Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін сіздермен осындай керемет булочканың рецептісімен бөлісемін. Булочкаларымыз өте керемет, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналым ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суымызбен, жылы сүтімізді, қантымызбен ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше, одан үстіне тұзымыз бен жұмыртқамызды салып, ертіп алған маргаринімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды осылай аз-аздан шетінен сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Елеп болған нанымызды осылай бетіне пищевой пленка жауып, 1-1,5 сағатқа комнатный температураға қоямыз. Еленіп болған осылай әдемі болып көтерілген қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай созып алып, осындай әдіспен түйдім. Сіздер қай әдісті білесіздер, сол әдіспен жасасаңыздар болады. Осылай формамызға салған булочкаларымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа көтеріліп болғаннан кейін осылай бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Үстіне мак, кунжут сепсеңіздер болады. Мен мак, кунжут септім. Қызып тұрған пеште 20-25 пісіріп аламыз. Пісіп болған булочкаларымыз осылай үстіне сироп жағып шықтым. Егер видеолар ұнап жатса, қоңыр ишанны басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.